Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Тілдарын облыстық тілдерді оқыту орталығының оқытушысы Сайран Тұрсынбайқызы. Добрый день, уважаемые зрители! Вместе с вами преподаватель областного центра обучения языкам Тілдарын Сайран Тұрсынбайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Білім». Тема нашего сегодняшнего урока – образование. Жаңа сөздермен танысамыз. Познакомимся с новыми словами. Білім, образование. Білім, образование. Білім алу, получить образование. Білім алу, получить образование. Оқу жылы, учебный год. Оқу жылы, учебный год. Оқу, учиться. Оқу, учиться. Мектеп, школа. Мектеп, школа. Бастауыш мектеп, начальная школа. Бастауыш мектеп, начальная школа. Біздің мектеп, наша школа. Біздің мектеп, наша школа. Мұғалім, учитель, учительница. Мұғалім, учитель, учительница. Пән, предмет. Пән, предмет. Пән мұғалімі, учитель, предметник. Пән мұғалімі, учитель, предметник. Оқушы, ученик. Оқушы, ученик. Сынып, класс. Сынып, класс. Сабақ, урок. Сабақ, урок. Қызықты сабақтар. Интересные уроки. Қызықты сабақтар. Интересные уроки. Әртүрлі пән. Разные предметы. Әртүрлі пән. Разные предметы. Тереңдетілген. Углубленный. Тереңдетілген. Углубленный. Тереңдетіп оқиды. Углубленно изучают. Тереңдетіп оқиды. Углубленно изучают. Қосымша бағдарлама. Дополнительная программа. Қосымша бағдарлама. Дополнительная программа. Жоғары оқу орны. Высшее учебное заведение. Жоғары оқу орны. Высшее учебное заведение. Құжат, документ. Құжат, документ. Құжаттар тапсыру, подача документов. Құжаттар тапсыру, подача документов. Орта білім, среднее образование. Орта білім, среднее образование. Жоғары білім, высшее образование. Жоғары білім, высшее образование. Енді осы тақырыпқа байланысты сұхбатты тыңдаңыздар. Теперь прослушайте, пожалуйста, диалог к новой теме. Анашым, мен биыл бастауыш мектепті бітіремін. Сосын қайда барамын? Мама, в этом году я закончу начальную школу, а потом куда я пойду? Балам, бастауыш мектепті бітіргесін, жоғарғы сынып оқушысы боласың. Сынок, как закончишь начальную школу, ты будешь старшеклассником. Жоғарғы сыныпта да бір мұғалім сабақ бере ме? В старшем классе тоже один учитель преподает? Жоқ, бірнеше пән мұғалімдерінен білім аласыңдар. Мысалы, математика пәнінен математика мұғалімі, қазақ тілінен қазақ тілі мұғалімі сабақ береді. Нет, вы учитесь у нескольких учителей-предметников. Например, по математике преподает учитель математики, по казахскому языку учитель казахского языка. Анашым,
Тереңдетіп оқу дегеніміз не? Мама, что такое углубленное обучение? Тереңдетіп оқу дегеніміз тек оқулық көлемінде ғана емес, басқа қосымша бағдарламамен білім алу. Углубленное обучение – это получение знания не только в объеме учебника, но по другой дополнительной программе. Мектепті бітіргесін тағы да оқимын ба? После окончания школы еще буду учиться? Әрине, балам, өзіңе ұнайтын мамандық иесі болу үшін жоғары оқу орнына түсесің. Конечно, сынок, чтобы получить любимую профессию, поступаешь в высшее учебное заведение. Түсіндім, рахмет, анашым. Понял, спасибо, мама. Осымен кезекті сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше. На этом очередной урок закончен. До следующей встречи.